Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай үлгідегі жаздық тюрбанның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне мен маталарымды дайындап қойдым қиып. Бізге осындай 2 деталь мата қажет. Бірінші матамыздың ұзындығы 67, ені 33 см. Екінші полоска матамыздың ұзындығы 70, ені 12 см. Және де бізге осындай резинка қажет болады. Бұның ұзындығы 10 см. Енді мына ұзын полоска матамызды алып, ортасын тауып осылай сызып алатын боламыз. Бұл жерге біз қазір резинканы тартып тігетін боламыз. Резинкамызды қойып, дәл ортасынан булавканы түйреп алатын боламыз. Және де резинканың екі жағынан тартып отырып, инелермен екі жағынан түйреп аласыздар. Дәл видеодағыдай матамызды осылай бүктеп, резинкамызды тартып отырып, осы жерінен төмен жағынан тігіп шығатын боламыз. Міне мен резинкасын тігіп шықтым. Енді төбе жағын бір-біріне осылай айқастырамыз. Бір-біріне айқастырып, инелермен түйреп аласыздар. Одан кейін төбе жағы бізде үшбұрыш болып тұрмау керек. Доғал етіп сызып, осы жерді қиып алып тастайсыздар үшбұрыш жағын. Енді тюрбанның жоғарғы бөлігін тігуіміз қажет. Төртбұрыш матамызды осылай бір-біріне беттестіреміз де, дәл ортасын тауып белгілеп аламыз. Осы жаққа машинкамен түзу тігіс түсіреміз. Машинкада тігіп алған соң, астыңғы жіпті тартып, осылай матамызды жиыратын боламыз. Сборка жасайтын боламыз осылай.
Енді осы сборканың үстінен тағы да машинкада түзу тігіспен тігіп шығатын боламыз. Бұл бізде жаңағы жиырылған жер сөгіліп кетпес үшін, тігісіміз қатты берік болып тұру үшін қажет. Енді бізге тюрбанның артқы бөлігін тігуіміз қажет. Дәл видеодағыдай осылай жинап сборка жасайсыздар. Міне мен сборка жасайтын жерді инелермен түйреп қойдым. Енді осы жақты төбесінен бастап осылай айналдыра тігіп шығамыз. Түзу тігіспен тігіп, сыртынан оверлоктап шығамыз. Міне мен тігіп, оверлоктап шықтым. Енді бізге осы екі бөлікті қосып тігуіміз қажет. Ол үшін алдыңғы бөлік пен артқы бөлігін дәл ортасын тауып алып, инелермен түйреп алатын боламыз. Жан жағын айналдыра инелермен түйреп шығасыздар. Көктеп алсаңыздар да болады. Әркімнің өз еркі. Осы жерді айналдыра тігіп, сыртынан оверлоктап шығамыз. Міне біздің тюрбанымыз дайын болды. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Жазға өте жеңіл. Сіздер де тігіп көріңіздер. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.